Қайырлы күн, жұлдыз болғым келеді бағдарламасының құрметті көрермендері, сіздермен бірге мен Шалғынбай Назым. Біздің бүгінгі кешіміздің қонағы Абдуәлі Алихан Мақсатұлы. Жас өнерпаз, жас спортшы, жастарды қолдау мақсатында көп оқырмандарымыз осы жігітті белгілеген болатын. Біз бірден хабарласып шақырдық сені, Алихан. Рахмет. Енді өзіңді толық таныстырып өтсең, қай мектептенсің, қаншадасың? Мен атым Абдуәлі Алихан Мақсатұлы болады. Мен әуес мектебінде оқимын. Сол достарымның қолдауы ретінде осы жаққа келіп отырмын. Сол Назым әпшеме рахмет, осындай нәрселерге шақырып, арысқа танытып жатқанына. Алихан, енді сені осы жерге келер алдын біз толыққанды зерттедік. Спорт түрлерімен де айналысады екенсің. Не спортпен айналысасың? Бізге толығырақ айтып өтші. Енді мен қазір осыдан 4 жыл бұрын күреске қатысқан болатынмын. Сол күреске қатысқан кезде мындай жалығып кеттім да, сосын ағайлардан да көп тайсың дегенде жаттығу жасамасаң. Сол сияқты. Енді спорт болған соң ондай болып тұрады ғой. Кеда деген нәрсе болады. Иә. Онда енді кішкентай болғаннан кейін ондай түсінбедік қой. Сонымен сәл 1 жылдан кейін бокс спортын бастадым. 2023 жылдан бастап боксқа келдім. Қатысып жатқаныма 2 жыл болды Баркер спорт клубында. Ояқ жақсы және жайлы, және сондай тренировка нелерге, дисциплинаға аса қатты мән береді. Және мен сол дисциплиналар арқылы көптеген жетістіктерге жеттім, былайша айтқанда. Молодец, жарайсың. Енді сенде спорттан бөлек қандай да бір өнерлерің бар? Спорттан бөлек мектепте қазақ тілі әдебиетінен активистің, республиканский мұқағали оқытуларынан 2-ші орын алған болатынмын. Қара сөз оқу, ақындығың бар ма? Ақындығым жоқ ше. Бірақ өлең оқудан жақсы оқимын деген ойдамын. Жалпы ең сүйікті ақының немесе шығармашылық адамың кім? Мен үшін еңнім Мұқағали Мақатаев қой. Ұлы тұлға. Енді спорт жағынан ше, спорт жағынан келетін болсақ, маған өнер, Сейілхан Өнер, Қазақстан әлем чемпионы. Бокстан. Енді бізге Мұқағали атамызды қатты жақсы көреді екенсің. Енді Мұқағали атамыз жайлы біраз нәрсе білетін шығарсың, иә? Білеміз ғой. Дайынсың ба? Дайынмын. Бір қара сөзін оқып берші. Өлеңін оқып берейін, иә? 3 бақыт деген. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жанғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ келдағы отан менен. Түтін түтет, өз өрбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. От сөнген жанғанда жан барсын ба, от емес, оқ сұрасаң менен егер. Бақытым бар, 3 бірдей бақытым бар Аллаханда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Молодец, жарайсың. Өте керемет, даусың, дикцияң барлығы. Енді әдебиет жағынан қалайсың? Әдебиет сабағын? Әдебиет сабағынан жақсы көресің ба? Жақсы көреміз. Цифрлары қиын десе жаттау бірақ. Иә. Бірақ оның әдебиет мамандығын таңдауда оңай емес, ертең шығармашылыққа түсеміз деп отыр. Мысалы, мен мамам қазақ тілі әдебиет таңдағаннан кейін сол кішкентай кезімнен соған дайындап келеді. Менде мамандығым қазақ тілі әдебиет, шығармашылық өте қиын әйел адамдар. Бірақ әкем полиция қызметкеріне түсіремін деп отыр, МВД-ға. Полиция қызметкерлері жақсы ғой полиция болғанда? Иә, қазір дүниежүзілік тарихпен құқықты меңгеріп жатыр. Полицияға сол екеуі. Иә, сол. Енді қараш, біздің алдымызда сенің грамоталарың тұр. Иә. Мынаны? Бірінші жарсың. Бұны неден алдың? Бокстан. Бокстан? Нешінші орын? 1-ші орын ба? Молодец, алтын. Мына жақта да бокстан Абдуәлі Алихан, 36 килограмм. Ол бірінші барып жүрген кездер ғой. Грамоталарың өте көп екен, иә? Ол лагерде активист болғаным үшін берген да. Және қандай грамоталарың бар екен? Ол күрестен 30 жылдығына дейді, иә? Республиканский жарыс. 29 салмақпен қатысыпсың.
Мектеп, гимназия. Мен табыс жарыстан Жас жол екінші орын инспекторы. Аха. Сенде диплом өте көп екен, иә? Тәтті шоколад турнирі. бірінші орын осы. Бұл не бұл? Бокс қой. Тәтті шоколад деген бокс. Иә, жаңа жыл, әр жаңа жыл сайын қалалар келіп қатысады, сол сияқты. Мақатай оқулар, молодец, дипломдар өте көп екен. Ол енді 7 май күні андай подарка берген ғой, қақып кеткен ғой. Қыздарың берді ма? Қыздар мынандай күшті подарка берді. Сен рэпер қылып қойыпты ғой. Баскетболдан бар арт жағында біраз нелер бар. Ал енді қараш, алдағы уақытта сенің мақсатың қандай? Алдағы уақытта енді қалған оқу орныма түсіп сол жақта соның жемісін көріп ата-анамызды Меккеге жіберсек деген мақсатымыз сол ғой енді. Елге не пайдам тисе екен деп бармын дейсің? Қандай Елге ма? Жемқорлықты жойып сонымен айналысып соған пайдам мынау тисе Арыс екен. қаласында ше. Кішігірім өзіміздің Арыс Арыс қаласында ма? қандай пайдам тисе? Арыс қаласына ше көркейту мақсатында. Мысалы, көптеген нелер, саябақтар, ойнайтын жерлер дегенде Өзіңнің спорт комплекс. Өзіңнің қолыңнан келетін бір нәрсені айтып Өз қойшы. қолымнан келетін бар. Дәл қазіргі таңда. Дәл қазіргі таңда ма? Тыныш жүру деп қойса. Жоқ, енді о жағынан жауап бере алмаймын ау. Дәл қазіргі таңда сен Арысқа өзің пайдаңды тек осы әлемге спорт арқылы, спорт арқылы тигізсең болады. Енді қарашы, сенің бойыңда, әркімнің өзінің бойында жаман әдеттері болады, жақсы әдеттері болады. Сенің 3 жақсы қасиетіңді білсек. Жақсы қасиет бар. Біріншіден боксқа барғаннан кейін сол жақта қайттан қалып тренировка істеймін өзім 2 сағат. Және де ата-анам айтқандарын бұлжытпай ғой, айтқызбай ғой. Үшінші жақсы қасиет. Және де үшінші қасиет ба? Ағайларым айтқан бұлжытпай істеймін ғой. Әркімнің айтқанын бұлжытпай істеймін ғой. Өте тәрбиелі. Негізі бұлжытпай істеуде жақсы жағынан бөлек жаман жағы да бар. Әр нәрсе орнымен. Енді қара, өзің бойыңдағы 3 жаман қасиетті бізге атап өтсең. Бойымда ма? Мысалы, бір ұйықтасам үшін кетемін ғой. Ұзағынан кетемін ғой. Бізге ұйқастырып келеді екен. Сабаққа барамай қаласың, ұйқымен қақып кетесің ғой. Мама, екінші сабаққа барайшы дейсің. Сөйтіп, жүрген жеріне шөп шықпайды ғой, оның мойнынан керек бәрі біледі. Үшіншіден соңын кеспеген ғой. Соңында? Иә. Қызық болды, не үшін соңын кесілмеген? Ол кезде ше мен соңын кеспегенде 3 жасымда ма кескен, бірақ жүрсем құлап қалам. Анау содан ба? Содан ғой. Бір қызықты ақпарат айтып өтейін. Жақында ғана Алиханның аяғы сынып, бүгін ғана осы жерге келетін болғандықтан гипсін алдырған болатын. Ал енді сол аяқ не үшін сынды? Сол аяқ в общем. Сол күн бір күн қалған кезде туған күнге барады, апамыздың туған күні болатын. Жоқ, мамам туған күні болатын. Сол кезде кет барады, пешеходта бір машина енді бейбулат жүріп, жасыл қойып берсе маған. Содан кейін бейбулат жүріп, ойнады ма білмеймін, бірақ сол кезде жүремін деп қайырып алдым да. Сонымен трещина болып қалды. Тиген жоқ. Алихан, сені біз осы подкастқа шақырдық. WhatsApp-ға жазды, номеріңді класстастарың жіберді. Енді сол кезде сенде қандай сезім болды? Ойбай, ол кезде сразу қасында дос балам отқан. Оттық. Бір кезде жазды, сөйтіп тұрдым да. Жазды, дос балам отты. Шок қызған. Ебен назым әпше жазды. Сразу жүгірдім ойға қарай, мамаға қарай. Мама кірдім да, мені жаздар дедім. Айттым ма сізге дедім. Класстастарым айттым дедім. Подаркаңызды дайындап беріңіз дедім. Сен сонда алдында класстастарыңа мені шақырады, осыған қарап тұрыңдар деген сияқты айтқансың ғой, иә? Сөзін жігіт айтты, сөзінде тұрды. Молодец. Енді ата-анаң жайлы айтып қалдың. Ата-анаң эмоциясы қандай болды? Ата-анам эмоциясы зор ғой. Ол кезде папа қонақта болатын, сөйтіп келді ғой, үйге сөйтіп айтып бара берді ғой. Жалпы осының барлығына спортқа, жаңа ақындығыңа, қара сөз оқу, енді ол да өнер ғой. Қарсы емес пе? Папам жоқ, папам өзі боксқа өрген. Боксқа? Иә. Енді ата-анаң жайлы, отбасың жайлы толық айта өтсең. Әкем
1982 жылғы сол неді мына жұмыспен қамтылуда бастық ары қарай көп нәрсе білмеймін. Мамам 1990 жылғы мәдениет үйінде тілдер және дене шынықтыру мамандығы бойынша сол жерде жұмыс істейді. Маманың есімі кім? Динара Оспанова. Динара. Аха. Отбасында ол неше қыз, сен нешіншісің? Мен үйдің үлкенімін. Үйдің үлкенімін? Иә. Артында өсіп жатқан 3 қарындасым бар. Жалғыз баласың, пока что. Иә, и сосын 3 қарындасымнан кейін 3 жасар інім бар. Шағатай деген. 2 ұл, 3 қыз. Жалпы көп отбасыдан шыққан екенсің. Ал енді сенің класстастарың да, достарың да бізге сенің бір славицыңды айтып қойды. Не деп ойлайсың? Славица. Қыз ғой? Қыз? Мойындайсың ба сонда? Мойындаймын. Қаншадасың? 14. 14-те отау иесі деген бұл балаға қатты әсер етіп кеткен ғой онда. Ал енді жалпы қыздар жайлы айтшы. Қыздар жайлы ма? Аха. Қыз деген гүл, гүл деген шөп, шөп деген көп дегенде қызға желание жоқ. Ар. Сен ар демейсің. 14 жасар балдардың әңгімесі осындай. Енді қара, жалпы осы уақытқа дейін қанша қызың болды? Сен жүдә қызбен көп жүреді деп айтты енді. Осы уақытқа дейін қанша қызың болды? Осы уақытқа дейін ары кетсе. Мен де жүрек жалғыз ғой вообще. Ар де. Жүрек жалғыз, молодец. Дәл қазір қандай енді қызың бар ма? Только қызбен жүріп жатқан жоқпын. Қой. Иә. Молодец. Енді қараш, достарың арасында қандай кличкаң қандай? Алехандро. Не үшін? Комаровскийлер болған. Алехандро. Комаровскийларға қандай қатысың бар сен? Комаровскийлермен кішкентай кезімнен араласам, олармен қанша өзі оқығанымен арман лагерьге бағана, сол 5-ші сыныпта барғам. Сол кезде солармен танысып, солармен араласқам. Комаров. Екінші. Тек осы Алеханский ма? Алеханский ма тек? Алехандро. Алехандро ма тек? Басқа жоқ. Кеше бізде подкастта болған қонағымыздың кличкасы осып кетті бәрінен. Көрдің бе? Қандай айтшы көрсін. Дедім, бағана көріп отырам, сол кличкасын ұмыттым, бірақ көрдім вообще. Ол ұмытатын кличка емес. Ұмыттым ғой. Папалармен көріп отырдым кеше. Папа келді, көріп отырдым сол жерде. Жарылып қалды, соны естіді да. Папаның өзі көріп қанша КВНчик болса да. Да, папаң КВНчик. Қай жерде ойнаған? Қай жақтың атынан? Осы Арыста шыққан, в общем, папа ат шыққан. Жандармен десе. Жоқ, жақсы шыққан, бірақ КВНчик қой. Қожанытта оқыған өзі. Қожанытта. Дұрыс. Енді не сұрақ қойсам болады саған? Бір тисен десең, тисе алмайсың 14 жасар балаға. Хотя 16-да жоқ, паспортта жоқ. Тисе көрді. Не ойланып отырсың? Бір нәрсе ойланып отырсың дейді, айтқың кеп. Айтшы, не ойланып отырсың? Не айтқың кеп? Осыған себептер деген қойсын. Давай. Осы күреске қатысуыңа кім себеп болды? Қойдым ал. Күреске қатысушы ағам себеп болды, Темірлан деген. Не үшін? Таяқ жеп қала өрінде күрессе сол күреске қатысып отан деген ой болды да кішкентай кезде. Күреске сосын үйіңдегілер апарды. Ағаның аты аға ғой. Ал мақұл қатыстың. Әлде таяқ жеп жүрген шығарсың? Қазір былайша қатты ұрмайды. Неге? Еш жетіп қалып ұрмайды кез. Ер жетіп қалдыңдар ма? Жоқ, ер жеткен жоқ. Ер жетпеді, кішкентай, бірақ махаббатты біледі, қыздарды шөпке теңеуді біледі. Жас шыққансын сөйлесеміз, шөптің қандай болатынын көрсетеміз саған. Басқа не жаңалық жалпы өміріңде қандай қызықтар болып жатыр? Өмірімде ба? Бір өзіңнің осы жақын арада позорный болған ситуацияңды айтып берші бізге. Позорный болған ба? Бір достарың жыртылып күлген қандай ситуация болды? Достарым жыртылып көрген ба? Әуесінде ше, тепшек бар ғой ше. Неде, бүйтіп жүретін бар ғой. Солда жүріп барады.
қолым қалып кетті жерге түсіп қалған шалбарым жыртылып қалған балалардың көзін шешеді позор болып үйге костюмін түсіріп қайтып қаласың ғой андай рубашканы белге байлап жүреді қыздар сөйтіп. Әлі мазақтайтын шығар. жоқ емес. Әуеспен балдарымыз молодец екен, мазақтамайтын. Мен көрсем әлі мазақтайтын емін. Айтты ғой, біраз айтылды ғой, қыздарға жетіп кетті ғой. Да. Өткенде аяғым сынған кездегі класстас қыздарым деген балдары бәрі деп отырсынша қобалжыма, мен адам жемеймін. болды. Қобалжыма. Қыздар келді үйге ше. Қыздарым достарым, балдарым баскетбол қатысатын да көбісі. Или жаурап отырсың ба? Жоқ, Сен жаурап. ыстық жерде қалай жаурап отырсың? Сол балдарым үшін келді сөйтіп, балдар неге кетті? Баскетбол кетті, қыздарым қалды, мама папа жұмысқа кетті. Тамақ жеп алды дейді. Бірақ ұйқысынан оянды да ше. Қыздар шыбын ұрышпен қуды ғой кәдімгі айналдырды ше. Білмеймін, ана қыздар жыртылып қашып жүр, мынау қуалап жатыр. Келеміз деп кетті. Ал енді қалай ойлайсың, осы подкасттан шыққаннан кейін класстарың қалай қабылдайды? Не деп, енді бірден мақтамау мүмкін, бір мазақтап қалуы мүмкін. Кешеде комментарияда сөздер жазды. Соны достар жазған шығар енді. Ай, достар жазады. Мазақтайды. Не бітіріп келдің дейтін шығар, иә. Не істедің деп. Не деп жауап бересің? Зато арыста әйгілі болдым. Ертең әкімнің қолынан марапат аламын деймін ше. Молодец. Баруға духтарың жете ма деп өздеріне қарсы сұрақ қойып жібердім. Бұл жетеді дегенді айтса бізге. Қайсын? Жетеді дейді ғой, саған ертең духың жете ма дегенде жетеді десе сол бұл бізге. сразу Назым вообще сізге. Алло, Назым вообще наяқта. Бір дұғавист бар екен деп. Болды, духын сындыра саламыз. Болды. Мобил ойғырт болып жүрген. 6-шы класста бастадық болсын. Жүрдік мобил ойғырт болып сөйтіп. Завучтар, біздің сынып жетекші завуч болатын. Сабағында болған сөйтіп. Басталды қайттан. Неге тәтелеріме шықтым, шақырды. Дәл осы орайды пайдалана отырып, сен Мұхтар Әуезов мектебінде оқисың ғой, қай сыныбында оқисың? 8 ба. 8 ба. Ендеше класстастарыңа, өзіңнің сынып жетекшісіне сәлем жолдап жүр. Қалайсыңдар, жігіттер, қыздар? Саламатсыз ба? Әлімханова Хамара ғой. Сен жігіттер, қыздар дейтін тұққа мініп алады екенсің да? Саламатсыз ба деп апайыңа тоқың сынып қалды ғой. Енді Мұхтар Әуезов 9 сыныбы, сіздерге жалынды сәлем. Араларыңызда осындай өнерлі, талантты бала бар. Мектептің атынан келіп тұр, жалпы. Бұл үлкен қошеметке лайық. Жарайсың? Рахмет. Мен шақырғандарыңызға да рахметсіздер да. Оқасы жоқ. Танып. Болашақта не мамандық таңдайсың? Болашақта МВД таңдаймыз деп жатыр. Не ол? МВД. Ол не? Полиция қызметкеріне. Сөйтіп айтса бізге түсінбейміз ғой МВД екенін. Біз НБ түсінеміз тек. Оны сен түсінбейсің, иә, заты? Түсінбеймін. Универде сабақ қарамасаң НБ қояды сол ғой. Біліп жүр. Ол айта беріңіз, не сұрақ қойсың? Не сұрақ қойсам болады? Өткенде итім жоғалып кеткен. Кішкентай кезінде $1000-ға ше, $1000-ға күшік кезінен асырап жатқан. Кеше түнгі үште камераны ашып қарағанбыз. Сен сол күні камера алғанбыз, в общем, сөйтіп азанда папа итім жоқ дейді, в общем, ең төбелесіп ашылып келе жатқан ит қайтып келсе. не істедіңдер, табылды ма? Камераны ашып қарасам, түнде жүрген қорада біраз көзі көрмейше, шиндермен, ананың астынан не бар ғой? Артқы дарбаза ше, екінші көшеде. Астына, в общем, шығып кетпесін деп, не қойып, поддондар қойып, нелер қойып істеп қойған ғой. Кіргенде басымен тарт шығып кеткен ғой. Осыдан 2 күн бұрын. Түсі қандай? Ақ қара. Құрметті көрермен, Тапсаңыздар айтыңыздаршы. $1000 ит көрсеңіздер звондаңыздар. Мына қызыл ашайын іздейміз. Ендеше құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған Жұлдыз болғым келеді бағдарламасын жүргізушісі мен Шалғынбай Назым және де Абдуалихан. Алихан. Ендеше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.